есепке тартылмайтын адамдар болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар, кім есепке тартылса азапқа ұшырайды дейді, міндетті түрде ұшырайды ол дейді. Сонда Айша анамыз айтады: я Расулалла, Құран Кәримде фасауфа юхасабу хисаба ясира деген аят бар ғой дейді, олар жеңіл есепке тартылады деген дейді. Сол кезде ол есеп емес деген. Ол тек қана намазың бар ма, оразың бар ма, жақсы мынандай жақсылықтарың бар екен, мейлі өттеп өткізе салу дейді, ол есеп емес деген. Шын есепке тартылса міндетті түрде азапқа ұшырайды деген адам. Әділетпен Алла Тағала соның үшін мейіріммен иман келтірген, шама шарқы келгенше салиқалы амал істеген адамдарды мейіріммен есеп берген секілді қылып өткізе салатындығы дейді. Өйткені жақсылығы көп болып, жаңағы жұмаққа кіруге лайықты болып тұрғандығынан. Демек, адамның шын ықылас ниетіне, істеп жатқан іс-әрекетіне қарап, Алла Тағала оның күнәсін жауып тастап, өзін жәннатқа кіргізіп. Бұл Алланың мейірімі болып есептеледі.